Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ әрі жылдам дайын болатын вафлидің рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, қант, ерітілген сары май, қаймақ, қопсытқыш, жұмыртқа және бал керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын сары майды салып, тағы да араластырамыз. Қаймақ пен балды салып, араластырамыз. Ең соңында ұн мен қопсытқышты електен өткізіп, жақсылап миксермен бір келкі масса болғанша араластырып шығамыз. Біздің қамырымыз осындай болу керек. Қатты сұйық та емес, қою да емес. Енді қызып тұрған вафельницаны майлап, 1-1,5 қасықтан саламыз. Мінекей достар, өте тез пісіп шықты. Дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Достар, менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.